Бұл оқиға МВД мұрағаттарында жоқ. Ол туралы Талдықорған прокуратурасының дәліздерінде тіпті сыбырлап та айтуға тыйым салынған. Өйткені сол ыстық тамыз түнінде болған нәрсе заң туралы, тәртіп туралы және адам шыдамының шегі туралы барлық түсінікті өзгертіп жіберді. Елестетіп көріңіз. Терең түн. Толған ай. Шақырымдарға естілетін жалын күрілдеген дауыс. Жанып жатқан жай үй емес. Жанып жатқан қора. Берік, еменнен жасалған қалың тақтайлармен қапталған қора. Ал ішінде бір адам емес, екі емес, бесеу айқайлап жатыр. 5 сау күшті жігіт. Таңертең осы жердің иесі болып есептелетін жігіттер. Аудан бастықтарының ұлдары, колхоз төрағаларының жиендері. Алтын жастар. Өздеріне бәрі рұқсат деп сенген жастар. Олар тірідей өртеніп жатыр. Ал сыртта аударылған шелектің үстінде бір адам отыр. Арнайы жасақ мүшесі де емес, жалдамалы да емес, жынды да емес. Қарапайым қазақ ер адамы, тракторист Дәулет, 27 жыл жер жыртқан, ішпеген, сөгіспеген, тіпті шыбынды да ренжітпеген адам. Ол тізесіне ескі аң мылтығын қойып қозғалмай отыр. Ол олардың айқайын музыканы тыңдағандай тыңдап отыр. Оның жүзінде бірде-бір бұлшық ет қозғалған жоқ. Жанып жатқан ғимараттың жарығы оның жүзін жарытты, бірақ оның ішіне жете алмады. Бұл кек емес. Бұл соттың бітпеген ісі. Және бұл шын болған оқиға. Егер сізге осындай мазмұн ұнаса, жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл арнаның дамуына көмектеседі. 1994 жылдың тамызы. Кеңес одағы ыдыраған, жаңа ел жаңа аты бар, бірақ ескі ауруы бар ел болып тұр. Алматы облысының шетінде, Қызылтал деген кішкентай ауылда да заман ауырлығы жер басып тұр. Жолдар жарылған, жалақы жоқ, адамдар колхоздың қалдықтарынан күн көріп жатыр. Бірақ билік бар жерде өмір бар деп есептелетін. Және биліктің балалары мұны жақсы білді. Сол түні ауылдың шеткі жағынан алдымен иттер үрді. Бірінен соң бірі дауыстан дауысқа ауысып. Иттер кейде маусым ысығынан үреді, кейде бөтен жануарға үреді. Бірақ бұл жолы олардың дауысы басқаша болды. Бұл қорқыныш болды. Мұндай дауыспен иттер өте сирек үреді. Содан кейін терезелерде шам жанды. Адамдар іш киімдерімен далаға шықты. Ауыл шетінен аспанға қалың қара түтін көтерілді. Ортасынан қызыл жалын атқылады. Өрт деген айқай ауылды оятты. Алғаш жеткен қосшы Матай ата болды. 80 жаста, жүрісі баяу, бірақ сол түні жүгірді. Ол шелек ұстап от жаққа жүгірді, бірақ Дәулетті көргенде аяғы тіреліп тоқтады. Дәулет жалын жанында отыр, тыныш, тас мүсіндей. Қолында ескі мылтық. Жанында 4 бос канистр. Матай ата айқайлады. Өртті өшіру керек, ішінде адам бар ғой деп бақырды. Дәулет басында бұрмады. Ол тек, ешкім жоқ онда, аға, бар да үйімде жат деді. Дауысы тыныш болды. Тым тыныш. Мұндай тыныштық мылтықтан да қорқытады. Қораның ішінен дауыстар бірте-бірте өзгере бастады. Алғашқы айқай жоғалып, орнына сарылдаған, жұқа, жансыз дыбыс келді. Содан кейін тыныштық. Тек от күрілдеді. Тек аспанға ұшқын атылды. Тек жалын аспандағы жұлдыздарды жуып жатты. 7 минуттан кейін шатыр құлады. Ұшқындар жұлдыздарға дейін жетті. Айқай басылды. Тек жалынның гүрілі қалды. Осы сәтте аудан учаскелік милиционері Болат өзінің машинасымен ысқырта жетіп келді. Ол ашық бешпентімен, шляпасы желкеде, машинадан секіріп түсті. Жалынды көрді. Дәулетті көрді. Бәрін бірден түсінді. Болат жылап, оттың жанына жүгірді, бірақ ыстық оны лақтырып тастады. Жылуы сонша болды, мундирдегі түймелері ери бастады. Болат тізерлей отырып, балшыққа бетін басты. Ол баласын шақырды. Оның баласы сол ішінде болатын. Болат орнынан секіріп тұрды. Табелдік пистолетін суырды. Қолдары соншалықты дірілдеді, ол бағыттайды алмады. Ол айқайлады. Дәулет, не жасадың, жауап бер, мен атпаймын. Дәулет баяу басын көтерді. Оның жүзі күйеден қара, бірақ көзі бос болды. Толығымен бос. Өшірілген дала сияқты бос. Ол сабырмен мен мұсор жинадым, бастық деді. Осы 3 сөз. Болаттың пистолеті опырыла түсті. Ол атпады.
Ауыл адамдары жиналды. Жалынды тамашалап тұрды. Ешкім өшірмеді. Өйткені өшіретін ештеңе де жоқ болды. Жалын өзі сөнді. Тек қара қаңқа қалды. Тек жер үстінде 5 адамның күлі қалды. Матай ата ілгері жылжыды. Ол Дәулетке жақын тұрды. Қарт адамның ақ сақалы от жарығынан жарқырады. Ол Дәулеттің иығына қолын қойды. Ол ештеңе деген жоқ. Ол тек иығын ұстады. Дәулет те ештеңе демеді. Олар екеуі тыныш отырды. Алдарында жалын сөне бастады. Артта ауыл жиналды. Бірақ ешкім жақындамады. Өйткені олар екеуін көрді, қарт пен орта жастағы ер адамды, және екеуінің де иығы ауыр еді. Осы оқиға Қызылтал ауылының тарихына мәңгі жазылды. Оны жасырды. Бастықтар жасырды. Прокуратура жасырды. Бірақ адамдардың жадысы мұрағаттан берік. Осы оқиғаның не себептен болғанын түсіну үшін 1 жыл бұрынға қайту керек. Дәулет кім еді? Ол неліктен осы жолды таңдады? Және ең бастысы, не оны осыға мәжбүр етті? Дәулетке 45 жас болатын. Трактористің ең жақсысы. Оның қолдары майдан қараңғы, тырнақ түбіне кірген топырақ ешқашан жуылмайтын. Терісі жерден қатайған. Көзі ауыр да тура. Ол сөзге сараң болды. Сөз орнына іс жасады. Мынау кісі 27 жыл жер жыртты, арбасын ешкімге тигізген жоқ, ешкімнен ештеңе сұраған жоқ. Ауылда оны тыныш деп білді. Тыныш, бірақ берік. Егер Дәулет бір нәрсе айтса, сол нәрсе орындалды. Егер ол уәде берсе, ол уәде бұзылмады. Сондықтан адамдар оны сыйлады. Оны ұрысқан, масайраған деп ешкім білген жоқ. Ол трактордың рулінің артында отырып, жерге қарайды, жерді сезінеді, жерге сенеді. Жер оны алдаған жоқ. Адамдар алдады. Айгүл 42-де болатын. Ауылдың ең таза жүзді, ең жылы жанды адамы. Оның аты аузынан шыққанда ауыл кемпірлері, дұрыс қыз, жарық жан деп басын изейтін. Ол мектепте есеп пәнінен сабақ берді. Балалар оны жақсы көрді. Ол ешкімді ренжіткен жоқ. Жарлыға қолын ашты. Ауырғанға барып тұрды. Олардың балалары болмады. Дәрігерлер 20 жыл бұрын иықтарын қысып қалды. Сол сәттен бастап ол бітпеген махаббат тек өзара айналды. Екі адамның арасында жабық шеңбер болды. Ол шеңберде сый болды, жылу болды, дыбыссыз түсінісу болды. Кешке Дәулет далада шаршап оралса, Айгүл оны есік алдынан күтетін. Сорпа пісіретін. Ол Дәулетке, арқаңды аяшы, сынып кетесің деп еді. Дәулет оның кішкентай алақанын өзінің үлкен, кедір-бедір қолмен жауып алып, арқам жазылады, бәрі де жазылады, сен сау болсаң болды дейтін. Олар аз сөйлесті. Олар аз сөйлесе де бәрін түсінді. Үйлері берік еді. Таза кілемдер, крахмалданған перделер, бұрышта тұрған ыдыс аяқ шкафы. Ол ерекше тыныштық болды. Адамдар бір-бірін сөзсіз түсінгенде ғана болатын тыныштық. Олар кешкісін аулада отырып, жұлдызға қарайтын. Сөйлемей ақ бәрін айтатын. Ауыл оларды қызғанды. Қара, жабысқақ қызғаныш болды. Өйткені ерлер арақ ішетін, жар ұратын, солярка ұрлайтын дүниеде бұл екеуі басқаша өмір сүрді. Олардың бақыты жасырын болған жоқ. Ол жай ғана бар еді. Таза, мол, байсалды бақыт. Бақытқа қызғаушылар оны жек көреді, себебі ол оларға айна сияқты өздерінің жоқтығын көрсетеді. Дәулет бұл дүниеде бір ғана адамды сүйді. Айгүлді, ол оны өмірінің орталығы деп білді. Ешкімге айтпады. Бірақ жасады. Күн сайын. Тыныш іспен, тыныш мейіріммен. Айгүлде осылай білді. Айгүлде осылай сезінді. Сол сезім олардың үйін жылытты. Ауылда ешкім ашық айтқан жоқ, бірақ бәрі білді, Дәулет нағыз адам. Ауырлық кезінде ешкімді тастамайтын адам. 20 жыл бұрын көрші Қасым атаның үйі жанып кетті. Дәулет бірінші жетіп, ішке кірді. Балаларды шығарды. Өзі соңынан шықты. Бетінде от іздері қалды. Дәрігерге бармады. Ертесінде тракторға отырды. Дәулет жалғыз ішпейтін. Жалғыз кеспейтін. Егер Айгүл жарқылдаса, ол күлетін. Егер Айгүл мұңайса, ол отырып бірге мұңаятын. Бірақ ешқашан сабырсызданбайтын.
ешқашан ашуланбайтын. Ол айтатын, дауыл жер бетін тазалайды, ал жерге бару үшін тамыр болу керек. Мен Айгүл үшін тамырмын. Дәл осы тыныш бақыт оларды нысанаға айналдырды. Өйткені ауылда олардың бақытына аш жандар болды. Олар жас, тоқ, арсыз еді. Олар Айгүлдің тазалығын жек көрді. Олар дәулеттің мақтанышын жек көрді. Және олар күтті. Мүмкіндік күтті. Бақытты адам алдын ала сезінбейді. Ол тек алға қарайды. Дәл осылай дәулет те тек алға қараған еді. Сол алдынан соққы келді. Ол соққы оларды тастай екі бөліп сындырды. Қызылтал ауылы сыртқы адамға тыныш көрінді. Бірақ ішінде оның өз заңы болды. Мемлекет заңы емес. Күш заңы. Және сол күшті бір топ жігіт ұстады. Бастығы, 29-дағы Ержан, бригадирдің ұлы. Ол өмірінде бір күнде егінде жұмыс жасаған жоқ, бірақ жаңа мотоцикл мінді, шетелдік темекі тартты. Әкесі колхоздан жем ұрлады, ол жақсы өмір сүрді. Осыны бәрі білді, бірақ ешкім айтқан жоқ. Ержан биіктен қарайтын. Ол сөйлегенде адамдар бас изеді, өйткені Ержанның артында бригадирдің орны бар, ауданда байланыстары бар. Ол ешқашан жазаланбаған адам еді. Жазаланбаған адам өседі. Жыртқышқа айналады. Ержанның көлеңкесі 25-тегі Сейіт, учаскелік милиционер Болаттың ұлы. Ең қауіптісі. Қалтасында бейресми қызметкердің куәлігі жатты. Ол ұрды. Күлімсіреп ұрды. Кез келген арыз Болаттың қолынан өтіп, себеттің түбін тапты. Сейіт мұны жақсы білді. Сондықтан тоқтаған жоқ. Ол аулада резеңке дубинкамен жүрді. Балалар одан қашты. Ер адамдар жолын кесіп өтпеді. Қалған үшеуі Нұрлан, Бақыт, Серік аудан бастықтарының жиендері, жүргізушілер, механиктер. Олар Ержанның етжені болды. Бірлесе жүрді, бірлесе ішті. Кешке ауыл дүкенінің алдына жиналып, күнбағыс шағып, жылы сыра ішіп, жан-жақтан өтетін адамдарға лайсаң көзімен қарайтын. Олар Дәулет трактормен оралғанда жолда тұратын. Ержан жерге түкіріп, қара, Дәулет жырту бітті деп шықынатын. Содан кейін Айгүл туралы лас сөздер айтатын. Сейіт күлетін. Нұрлан жерге түкіріп қойтын. Олардың жасайтыны бар болғаны осы еді. Бос тұрып, таза нәрсені ластауды армандайтын. Ауылдағы ер адамдар сасып қалды немесе қорықты. Ержан мен Сейіттің артында кім тұрғанын бәрі білді. Сондықтан үнсіз қалды. Бұл үнсіздік оларды одан да батыл етті. Оларды тоқтататын ешкім болмағанда жыртқыш өседі. Бұл ауылда жыртқыш 5 жыл бойы өскен болатын. 5 жыл бойы ешкім оларға тоқта деген жоқ. Ауылдың ер адамдары жек көрді, бірақ қорықты. Ауылдың кемпір шалдары тілін тістеді. Ауылдың жастары жолын кесіп өтпеді. Жыртқышқа ешкім тоқта демесе, жыртқыш өзінің шегін кеңейтеді. Ержан солай кеңейді. Сейіт солай кеңейді. Бесеуі солай кеңейді. Ержан бір рет Дәулетке тікелей тап болды. Ол жолды бөгеп тұрды. Дәулет трактордан түспеді. Ол Ержанға қарады. Ержан бірдеңе айтпақ болды, бірақ Дәулеттің көзін көрді де тілі байланды. Кейіннен Ержан оларға, ол жынды, онымен ісім жоқ деді. Бірақ бұл жынды емес еді. Бұл өзін сыйлайтын адам болды. Сейіт бір рет базарда балаға тиді. Бала жылады. Ана жылады. Базардағы 10 ер адам қарады да кетті. Тек біреу ғана тоқтады, ол Дәулет еді. Дәулет Сейітке алдынан шықты. Ол ештеңе демеді. Тек Сейіттің көзіне қарады. Сейіт күлімсіреп, ара ашпа, аға деп кетіп қалды. Бірақ ол ішінен қорықты. Дәулеттің көзінде ештеңеден қорықпайтын адамның жарығы болды. Тамыз айының 8-і олардың мүмкіндігін алып келді. Ержан Дәулеттің кешке далаға кеткенін білді. Бесеуі дүкен алдында бірге отырды. Олардың арасынан бір нәрсе жарқ ете өтті. Жыртқыш жанын оятқан нәрсе. Ержанның ауылдың шетіндегі Дәулеттің үйіне қараған сәті, олардың бағдары белгіленген сәт болды. Бірақ олар білмеді. Олар өз бағдарын белгіледі деп ойлады. Шын мәнінде олар өз соңына бет алды. Өйткені олар Дәулеттің не екенін білмеді. Ол тыныш болды. Бірақ тыныш адамдар ең қорқынышты адамдар болады. Олардың іші толтырылып жатады. Және толтырылып жатқан ыдыс бір күні тасиды.
Тамыздың 8-і жексенбі күні болды. Ыстық бас жарды. Ауа асфальт үстінде дірілдеді. Дәулеттің комбайны сынды. Астық жинау мезгілі келіп қалды. Бір күн тоқтап қалу колхозға тонна астықтан айырды. Председатель өзі сұранды: Дәулет аға, сен ғана оны жандыра аласың, сен ғана осы темірді тіршілікке қайтара аласың деді. Дәулет аспаптар сөмкесін жинай бастады. Айгүл есік алдында тұрды. Жарық шашы желде желбіреді. Жүрегі бір нәрседен сескенді. Ол Дәулетке: ертең болмай ма деп сұрады. Дәулет жұмсақта берік: болмайды, жаңбыр жауады деп болжам бар, астықты жинамасақ шіриді деп жауап берді. Ол оның самайынан сүйді. Онан алма иісі шықты. Жүр, Засовты жап, демалып отыр деп кетіп қалды. Айгүл оның артынан: жол болсын деп сыртынан батасын берді. Ол сол кетісті ұзақ есінде сақтайды. Оның соңынан қарады. Содан кейін есікті жапты. Бір сағаттан кейін ауыл дүкенінің жанына учаскелік болаттың машинасы тоқтады. Руль артында Сейіт отырды. Жанында Ержан, олар шөлмектен арақ ішті. Ержан масайрап: Дәулет кешке далаға кетті, оңайлықта оралмас деді. Сейіт бұлт қатпады. Бақыт жер шимайлады. Олар арақты бітірді. Бос бөтелкені жолға лақтырды. Бесеуі тұрды. Айгүл сол кезде теледидарда отырды, бірақ экранды көрмеді. Жүрегі алаңдатты. Ол тұрып есікке барды. Кіреберістің темір засыбын тексерді. Беріктігіне көзі жетті. Жай ғана болады деп сыбырлады. Жатуға барды. Сағат 11-ден асқанда тыныштықты соққы жарды. Бұл есік қағу емес. Бұл бастықтың өзгенің қақпасына тепкен сапогының соққысы еді. Темір ағаштан дүрсілдеді. Айгүл секіріп орнынан тұрды. Жүрегі өңешіне тығылды. Ол: кім бар ол жерде деп айқайлады. Үні жоғалды. Сыртта қысқа тыныштық болды. Содан кейін күлкі. Мас, гүрілдеген көп дауысты күлкі. Ол дауыстарды таныды. Ержан, Сейіт, барлығы. Ол айқайлады: Дәулет үйде жоқ, кетіңдер, милиция шақырамын. Сыртта жаңа күлкі атқылады. Сейіт айқайлады: міне мен осындамын, мен милициямын, аш есікті. Айгүл ауыр комодты ысырып есікке тіреп тастамақ болды. Бірақ оның күші жетпеді. Комод тек жылжып, еден тақтайын сықырлатты. Сыртта біреу бұз деп бұйырды. Соққы, үй дірілдеді. Үстіңгі жақтан сылақ төгілді. Екінші соққы. Есік жақтауы жарылды. Үшінші соққы есікті ішке лақтырды. Тозаң бұрқырады. Есік алдында 5 силуэт тұрды. Кір тері иісі, арақ иісі және жыртқыш иісі бірге ұрды. Ержан табалдырықтан есіндей аттап өтті. Ол Айгүлге: ал жалғыз отырып зерікпедің бе деді. Айгүл шойын үтікті ұстап: жақындама, өлтіремін деп айқайлады. Нұрлан тырбанатынын жақсы көремін деп күлді. Содан кейін Нұрлан: ол ыңыранат деп күлді. Бақыт пен Серік іштей ыңыранды. Ержан оларды тоқтатқан жоқ. Ержан тоқтатпады, себебі оларды ешқашан ешкім тоқтатқан жоқ. Ешкім тоқтатпаған адамдар тоқтайтынын білмейді. Тек бір күні бір нәрсе оларды тоқтатады. Мәңгілікке тоқтатады. Олар оны қоршады. Тар, жылы бөлме. Айгүлдің 25 жыл сүйіспеншілікпен безендірген бөлмесі бір сәтте лас болды. Осыдан кейінгі оқиғаны айту қиын. Өйткені сөздер болған нәрсені толық жеткізе алмайды. Кейде ең ауыр зауалды тіл жеткізе алмайды. Тек жылдар өткенде адамдар сол түнді бірінің аузынан бірі естіп үнсіз қалды. Ауылда бір қарт кемпір болды, ұлтуған апа. Ол терезеден бәрін көрді. Бесеу өтіп бара жатқанда ол намаз оқып отырды. Ол дауасыз болатынын сезді. Ол жаратқанға сол үйдегі адамды сақта деп тіледі. Бірақ жаратқан сол түні тілекті қабылдаған жоқ. Немесе кейін басқа жолмен қабылдады. Айгүл сол түні жан берді. Жүрегі тоқтаған жоқ. Бірақ Айгүл ретінде ол өлді. Ал таң атқанда бесеуі сыртқа шықты. Олар тыныш, салқын шықты. Және олар ешкімнен қорықпады. Дәулет таңертең сағат 8-де оралды. Ол шаршаған, майға батқан, бірақ риза болды. Комбайн жанды. Астық сақталады. Ол кішкентай Жигулиді қорада тоқтатты. Бірінші байқағаны есік болды.
Ол бір ілмекте ілулі тұрды. Сынған қанаттай. Дәулеттің жүзінен күлкі жоғалды. Ішінде мұздай кесек пайда болды. Ол Айгүлде байқайлады. Далаға сөмкесін лақтырды. Үйге жүгіре кірді. Мұрнына бейтаныс иіс ұрды. Біреудің темекісі, арақ иісі, бәлеге тән ауыр иіс. Айгүл бұрышта еден үстінде шаршы жамылып отырды. Жаны жоқ адамдай бір нүктеге қарап, алдыға артқа тербелді. Жүзі үсік. Ерні жыртылған. Шашы шашылған. Дәулет оның алдына тізе бүкті. Оның алып қолдары дірілдеді. Тиіп кетсем сындырып алам ба деп қорықты. Ол, Айгүл, қызым, кім деп сұрады. Айгүл оның үннен шошып кетті. Бетін жауып ыңырана жылады. Бұл жылау емес еді. Бұл өлімін сезген жаралы хайуанның үні еді. Дәулет бәрін өзі түсінді. Жыртылған киім. Денедегі іздер. Ол сұрамады артық. Ол оны қысты. Майлы жұмысшы курткасы Айгүлдің ақ жамылғысын бояды. Бірақ оның мәні жоқ еді. Ол оның шашын сипады. Атымды айт деп сыбырлады. Айгүл ұзақ үнсіз болды. Содан кейін 5 атауды айтты. Ержан, Сейіт, Нұрлан, Бақыт, Серік, 5 ат. 5 кесеттің тақтайға қағылған мықтысы. Дәулет тұрды. Дірілдеуін тоқтатты. Жүзі тасқа айналды. Олар Талдықорғанға барды. Аудан милициясы казеннен иіс шығарды. Арзан темекі, ескі қағаз, бей-жай. Айгүл дәліздегі орындықта бүрісіп отырды. Платоғы маңдайына дейін жабылған. Бірақ өтіп бара жатқандар іздерді байқады. Кішкентай ауданда жаңалық жел жылдамдығымен тарайды. Бәрі білді. Бірақ бәрі үнсіз болды. Дәулет тергеу бастығының кабинетіне кірді. Подполковник Сабыр, семіз, домбықтай бет аузы бар кісі, кроссвордтан бас көтермеді. Тыңдаймын деп күмілжіді. Дәулет арызды столға қойды. 5 зорлық Ержан, Сейіт, Нұрлан, Бақыт, Серік, Сабыр аттарды естігенде дірілдеді. Ручкасын қойды. Баяу жоғары қарады. Жүзінде жанашырлық жоқ болды. Шаршаған ашу болды. Мәселені шешкісі келмейтін адамның ашуы. Ол ақырын, қандай зорлық деді. Сейіт кеше оның әкесімен болды дейді. Ержан ауданда болды. Бәрінің алибиі бар. Дәулет, менің жарым дәліздегі орындықта отыр, бүкіл жүзі күлгін, сараптама бәрін көрсетеді деді. Сабыр темекі тұтатты. Ол, мүмкін ол өзі жыққан, немесе сен өзің маспен ұрдың да, жақсы балаларды кінәлауды ойладың ба деді. Дәулет столға бір қадам жасады. Сабыр орнынан атып тұрды, қобурасына қолын апарды. Ол Дәулетке, арызыңды ал да үйіңе кет, жер шайқасаң саған іс ашамыз, жарыңды жауапқа тартамыз деп айтты. Дәулет оған қарады. Бетон қабырғаны көрді. Мұнда заң жоқ. Мұнда тек дөңгелек кепіл бар. Учаскелік олын жапты. Бригадир ақша берді. Бәрі сатып алынған. Ол арызды алды. Жұдырықта мыжды. Ақырын түсіндім деді. Сабыр жайланды. Дәулет дәлізге шықты. Айгүл үмітпен оның көзіне қарады. Ол бас шайқады. Айгүлдің көзіндегі үміт мәңгіге өшті. Үйге кіргенде Айгүл қабырғаға жүзін бұрып жатты. Дәулет оның жанына отырды. Ол оны қыспады. Ол оның қолын ұстады. Суық қол. Айгүлдің қолы бұрын жылы болатын. Ол сыбырлады. Мен мұнда, Айгүл, мен кеттім деп ойладың ба? Айгүл жауап берген жоқ. Бірақ Дәулет сезді, оның саусақтары сәл қысылды. Олар үйге үнсіз қайтты. Дәулет рульді соншалықты қатты ұстады, пластик сықырлады. Ол өзін жек көрді. Болған нәрсе үшін емес, ол кезде үйде болмаған үшін. Қорғай алмаған үшін. Алайда дәрменсіздік мәңгі созылмайды. Ол кейде басқа нәрсеге айналады. Суық, тыныш, шешімді нәрсеге. Дәулет үйге оралды. Ол есікті жапты. Терезені жапты. Және ол ойлана бастады. Айгүл үйде қалды. Дәулет жұмысқа шықты. Ол таңертең кетіп, кешке оралды. Айгүл үйде болды. Бірақ үйде болғаны тіршілік етті деген емес. Ол тамақ іше бастады ма, жоқ па, Дәулет байқай алмады. Ыдыс аяқ таза тұрды. Тегене бос тұрды.
Ол Айгүлге сорпа алып кіретін. Айгүл отыратын. Қасықты ұстайтын. Бірақ аузына апармайтын. Дәулет бір кеш оның жанына отырды. Ол, Айгүл, жей ғой деді. Айгүл басын көтерді. Оның көзі бос болды. Ол, мен жеймін, Дәулет деді. Бірақ жеген жоқ. Дәулет сорпаны алып шықты. Есікті жапты. Тізерлеп отырды. Ешкім жоқта жылады. Ер адам жылайтынын ешкімге көрсетпейді. Бірақ ол жылады. Жалғыз отырып жылады. Ол не айтарын білмеді. Сөздер жеткіліксіз болды. Бір аптадан кейін Ержан мотоциклмен Дәулеттің үйі жанынан өтті. Сейіт жанында отырды. Олар үйге қарады. Ержан бірдеңе айтты. Сейіт күлді. Олар жай өтіп кетті. Тек сол. Бірақ Айгүл терезеден сол сәтті көрді. Дәулет жұмыстан келгенде Айгүл еденде отырды. Жамылғы жоқ. Жай еденде. Тізелерін қысып. Ол онда ұзақ отырды. Дәулет жанына барды. Оны қысты. Айгүл қысқан жоқ. Қолдары бос салбырады. Содан кейін Дәулет оның маңдайына сүйді. Ол, бәрі өтет деді. Айгүл, өтпейді деді. Дәулет, өтет деп қайталады. Айгүл үнсіз болды. Ол үндемеу арқылы да жауап берді. 2 апта өтті. Бір күні кешке Ержан мен Нұрлан тағы өтті. Бұл жолы олар тоқтады. Ержан, Дәулет, жарыңды берік ұстап тұрмысың деп айқайлады. Содан кейін ысқырып жүріп кетті. Сейіт артынан күліп кетті. Айгүл сол сөзді терезе артынан естіді. Дәулет оған кірді. Айгүл орнынан тұрған жоқ. Ол тек, олар мені көреді, мен сенің үйіңді ластадым деді. Дауысы жіңішке болды. Сынған сырмақтай. Дәулет, жоқ деп айқайлады. Бірақ Айгүл бас шайқады. Содан кейін Айгүл жатты. 3 күн жатты. Дәулет жұмыстан ерте оралды. Ол тамақ пісірді. Ол Айгүлді оятпады. Ол тек жанында отырды. Кешке оның шашын тарады. Ертеңінде тағы жатты. Дәулет 3-ші күні мектепке барды. Айгүлдің орнын сақтауды сұрады. Директор, жарайды, уақыты болсын деді. Бірақ уақыт болмады. 9-ші күні Дәулет жұмыстан оралды. Үй тыныш болды. Тым тыныш болды. Ол Айгүл деп шақырды. Жауап болмады. Ол бөлмеге кірді. Айгүл столда отырды. Тік отырды. Ол ұйықтағандай көрінді. Бірақ Дәулет жақындаған кезде бәрін түсінді. Жүрегі соқты. Содан кейін бәрі тоқтады. Столда қағаз жатты. Айгүлдің жазуымен. Ол аз жазды. Тек 5 жол. Бірақ сол 5 жол Дәулетті мәңгі өзгертіп жіберді. Ол жазды, Дәулет, мен сені жақсы көрдім. Мен сенің алдыңда кінәлімін. Мен енді таза бола алмаймын. Олар мені бүлдірді. Бірақ сені бүлдіре алмасын. Кешір мені. Дәулет қағазды ұстады. Ол оны жұдырықта ұстады. Жылаған жоқ. Ол үйден шықты. Далаға шықты. Ол аспанға қарады. Аспан тазалықпен жарқырады. Жұлдыздар салқын жарқырады. Ол ішінен бір нәрсенің сынғанын сезді. Бірақ сол сынған жерден жаңа нәрсе шықты. Су, тыныш, берік нәрсе. Ол ішке кірді. Столға отырды. Ойлады. Кейде Дәулет мектеп жанынан өтетін. Айгүлдің бөлмесінің терезесі жарық болатын. Жаңа мұғалім. Жас мұғалім. Ол балаларға Айгүлдей сабақ берді ме, жоқ па, Дәулет білмеді. Бірақ ол терезеге қарады. Ол ешқашан ішке кірген жоқ. Ол тек сыртынан қарады. Айгүл осы жерде болды деп ойлады. Ол бүкіл түн отырды. Шам жанды. Шам сөнді. Таң атты. Дәулет қозғалған жоқ. Ол Айгүлдің хатын алдына қойды. Хат жыртылмаған. Ол оны тағы оқыды. Оқыды, содан кейін ол хатты жіппен бүктеп кеудесіне салды. Ол сол хатты 15 жыл бойы алып жүреді. Күн сайын. Суыққа да, ыстыққа да. Ол мынаны білді, ешкім оның ауырлығын алмайды. Тек ол өзі. Тек оның шешімі. Тек уақыт. Дәулет Айгүлді жерледі.
Ауылдың кішкентай зиратына адамдар жиналды. Кемпірлер жылады. Ерлер басын иді. Ешкім Дәулетке тікелей қарай алмады. Өйткені оның жүзінде қайғы болды, бірақ оның астында тағы бір нәрсе болды. Сол нәрсені атауға ешкімнің тілі бармады. Жерлеу болып өтті. Адамдар кетті. Дәулет қалды. Ол зираттың жанында ұзақ отырды. Ол Айгүлге үнсіз сөйледі. Ол, Айгүл, мен барамын деді. Бірақ сен ойламаған жерге емес. Мен дұрыс жерге барамын. Сен кеткен жерде тыныш бол деді. Желдің дауысы жауап бергендей болды. Ол үйге оралды. Кіреберісте тоқтады. Үй бос болды. Айгүлсіз үй емес, тек қабырға мен шатыр. Ол іш киімдерін жиды. Аспаптарын жиды. Азын-аулақ жиды. Өйткені ол ұзаққа кетпейді. Жақын жерге. Тек іске. Дәулет бір ай ойлады. Бір ай бойы ол тракторын жырта берді. Күніне 10 сағат. Кешке үйіне оралды. Тамақ жеді. Жатты, ұйықтаған жоқ. Қараңғыда жатып ойлады. Ойы тыныш болды. Бұл қорқыныш емес, шешімсіздік емес, бұл нақты жоспар болды. Ол алдымен қораны тексерді. Ескі қора. 90-ға жуық жыл бұрын салынған. Тақтайлары қалың, еменнен. Ол ішке кірді. Тақтайларды тексерді. Бір тақтай шіріген екен. Дәулет оны алмастырды. Жаңа тақтай. Берік ол есікті тексерді. Есік тыстан ашылатын. Ішінен ашпайтын. Жақсы, ол ізденбеді. Ол байқатпады. Жай ғана шіріген тақтайды алмастырды, ол жай ғана ұсталық жасады деп ойлайды ауыл. Содан кейін ол Талдықорғанға барды. Базарға барды. Бензин сатып алды. 5 литр. Ол бір дүкеннен алды. Содан кейін екінші дүкеннен алды. Содан кейін үшіншіден. 5 жерден. Бір адамнан артық алмады. Ешкімнің есінде қалмасын деп. Ол бензинді үйіне апарды. Жертөлеге қойды. Канистрлерді кілт жабатын бөлмеге жасырды. Ол тышқандай жасырынды. Өйткені тышқан ақылды. Тышқан асығыс жүрмейді. Содан кейін ол Ержанды қарауылдады. Бір апта бойы. Ержан кешке не жейтінін, қай жерде ішетінін, қандай жолмен қайтатынын жаттады. Ержан алдын ала болжауға болатын адам еді. Тәкаппар адамдар болжауға оңай. Олар ешкімнен қорықпайды, сондықтан жасырынбайды. Сейітті де бақылады. Болаттың Жигулиі кешке гараждың жанына тұратынын білді. Сейіт аптасына 3 рет Ержандікіне баратынын білді. Бақыт пен Серік шынжырдай бірге жүретінін білді. Нұрлан ең жалқауы болды, ол ешқашан жалғыз жүрмейтін. Бесеуі бірге жиналатын күн жексенбі кешкісін. Ержанның үйінде. Дәулет мұны білді. Ол жоспарды жасады. Ол оны қағазға жазған жоқ. Ол оны басында ұстады. Тыныш, салқын басында. Ол кейде Айгүлдің зиратына барды. Отырды, сөйлеген жоқ. Тек отырды. Жел соқты. Шөп иіс берді. Ол тұрды. Иығын тіктеді. Ол дайын болды. Ол соңғы дайындықты жексенбі таңертеңіне жасады. Таң атпай тұрып. Ауыл ұйықтап жатты. Ит те үрген жоқ. Дәулет жай жүрді. Жай, мақсатты жүрді. Ол ескі тракторист ұжымдасқа дейін барды. Сол жерде ол қазып қойған нәрсені алды. Бір нәрсе. Ол не екенін ешкім сұраған жоқ, өйткені ешкім көрген жоқ. Ол қайтқанда шығыста қызғылт жолақ пайда болды. Таң алды. Ол тоқтады. Ол күн шығысына қарады. Айгүл таңды ұнататын. Ол таңда тұрып, шай ішіп терезеден таңды тамашалайтын. Дәулет оны ұйқылы ояу күйде байқайтын. Енді таң бар, бірақ Айгүл жоқ. Дәулет бұрылды. Ол үйге жүрді. Дайындық бір айға созылды. Бір айда ол ешкіммен артық сөйлескен жоқ. Ауылда не болып жатқанын бақылады. Тіркеді, есте сақтады. Ол мылтығында тексерді. Ескі мылтық. 20 жыл пайдаланбаған. Ол оны майлады. Тазалады, атты, жұмыс істейді. Тиімді болмайды, бірақ тиімді болуы шарт емес.
Тек қорқыту үшін. Тек тоқтату үшін. Дәулет жоспарын жексенбіге дейін 14 күн бойы ойлады. Ол ештеңені өзгертпеді. Жоспар дұрыс болды. Жексенбі күні таңертең ол қораны соңғы рет тексерді. Тақтайлар берік. Есік жабылады. Терезе жоқ. Ауа тесігі жоқ. Жақсы. Бензинді ішке апарды. Канистрлерді бұрышқа қойды. Ол жерді малды. Қабырғаның түбінде. Бірақ ешкімге байқатпады. Ол жай кіріп шықты. Ауылда ешкім мән берген жоқ. Дәулет қашанда бірдеңе жөндеп жататын. Түстен кейін ол Ержанға барды. Ержан есік алдында отырды. Күнбағыс шағып. Дәулет оған жақындады. Ержан оны көріп масайырды. Ол, Дәулет, жарыңды жерлеп алдың ба, жабырқамай жүр деді. Дәулет жауап берген жоқ. Ол тек, Ержан, мен үйімді сатамын, сатып алғың келсе кел, баға арзан деді. Ержан қасқайды. Ол, неге сатасың деді. Дәулет, кетемін, мұнда тұра алмаймын деді. Ержан ішіне кірді. Телефон соқты. Бірнеше минуттан кейін шықты. Жарайды, кешке барамыз, баға туралы сөйлесеміз деді. Дәулет, 5-те келіңдер, 5-еуің бірге келіңдер, мен бәріңе бірдей айтамын деді. Ержан, жарайды деді. Ол ойланған жоқ. Тәкаппар адамдар ойланбайды. Тегін мүлік болса тезірек аласы келеді. Дәулет үйіне оралды. Дастархан жасады. Нан, ет, шай. Ол дастарханды берік жасады. 5-еуі келіп отырып жейтіндей жасады. Бірақ ол ішінде білді, олар бұл нанды жемейді. Сағат 5-те 5-еуі келді. Ержан алдыда, Сейіт жанында, Нұрлан, Бақыт, Серік артта. Олар үйге кіргелі жатты. Дәулет, жоқ, алдымен қораны қараңдар, ол да сатылады деді. Ержан иығын қысты. Қораға жүрді. 5-еуі кірді. Дәулет соңынан кірді. Ол бір қадаммен есікті жапты. Засыпты тастады. Ержан бұрылды. Оның жүзі өзгерді. Дәулет, сіздерге бір нәрсе айтайын деді. Ержан алға ұмтылды. Дәулет мылтықты суырды. Ежелгі аң мылтығы. Ержан тоқтады. Дәулет, отырыңдар деді. Олар отырды. 5-еуі де отырды. Олар бірінші рет отырды. Бірінші рет тоқтады. Олардың жүздерінде алғаш рет қорқыныш пайда болды. Дәулет, сіздер Айгүлге не жасағаныңызды білесіздер. Ол менің жарым еді. Ол кетті. Заң сіздерді жапқан жоқ. Мен жабамын деді. Сейіт, Дәулет, сен не істеп жатырсың, ойлан деді. Дәулет ойлаған. Бір ай бойы ойлаған. Ол канистрді алды. Ол оны Ержанға қарай аударды. Бензин едені жапты. Иіс бөлмені толтырды. Ержан, Дәулет, жоқ деп айқайлады. Дәулет, иә деді. Ол сыртқа шықты. Есікті жапты. Засыпты тастады. Шырпыны алды. Бір шырпы. Ол бір сәт тоқтады. Ол Айгүлді есіне алды. Оның алма иісін. Оның жылы қолын. Оның жол болсын дегенін. Ол жол болды, Айгүл деді. Шырпы жанды. Ол есіктің астына салды. Бензин бірден алды. Жалын жерден өрледі. Дәулет кейін шегінді. Ол аударылған шелекті алды. Отырды, мылтықты тізесіне қойды. Ол ешқайда кетпеді. Ол күтті. Ержан алғашқы минутта шырпыны өшіруге тырысты. Ол есікке ұрды. Ол айқайлады. Сейіт терезе іздеді, бірақ терезе жоқ. Нұрлан еденді тебіп, ағашты бұзуға тырысты, бірақ тақтай берік болды. Дәулет оны берік жасады. 27 жыл жұмыс жасаған қол берік нәрсе жасайды. Ержан соңғы сәтте есікте Дәулеттің атын айқайлады. Ол кешірім сұрады. Бірінші рет сұрады. Дәулет естіді. Ол отырды. Ол жылаған жоқ. Ол тек тыңдады. Сейітте бірдеңе айқайлады. Бірақ Дәулет тыңдаған жоқ. Ол Ержанның дауысын ғана тыңдады. Өйткені Ержан бастаған. Ержанның жазасы ең ауыр болуы керек еді. Ол күтті. Ауылдан дауыс шықты. Иттер үрді. Терезелерде шам жанды.
Адамдар шықты. Бірақ Дәулет тек отырды. Оны тоқтату үшін ешкімнің мылтығы да, батылдығы да жетпеді. Матай ата жетті. Шелектің жанына отырды. Ол да тоқтатпады. Ол тек жанында отырды. Екеуі таңға дейін отырды. Жалын сөнді. Есіктің темірі жерге құлады. Ішіндегіні ешкім қарауды ойламады. Болат таңертең жетті. Дәулет сол шелекте отырды. Ол жылжыған жоқ. Ол ұйықтаған жоқ. Ол тек отырды. Болат мылтықты алды. Дәулет қарсыласқан жоқ. Болат жылады. Ол Дәулетті ұрды. Бір рет. Екі рет. Дәулет тізерлеп кетті. Бірақ ол айқайламады. Ол тек бітті деді. Болат тізерлей отырды. Ол да жылады. Олар екеуі сол жерде күл мен бензин иісінде тізерлеп отырды. Болаттың баласы да сол күлде жатты. Бірақ Болат оны атамады. Балам деп айқайламады. Ол жай жылады. Содан кейін машина келді. Екеуі Талдықорғаннан Дәулетті алды. Камерада оны ұрды. Бірнеше рет. Бетін жарды. Қабырғасын сындырды. Ол дауыс шығармады. Кезекші, неге айқайламайсың деп сұрады. Дәулет, дауыс шығаратын нәрсе жоқ деді. Ол 15 күн камерада болды. 15-ші күні Алматыдан тергеуші келді. Жас тергеуші. Оның аты Арман болатын. Арман Дәулеттің бетіне, қабырғасына, шашының астындағы жараларға қарады. Ол, мұны кім жасады деп сұрады. Дәулет, маңызды емес деді. Арман, маңызды, сен адамдарды өлтірдің, бірақ жараларың да бар деді. Дәулет, мен өкінбеймін деді. Арман, неге олай жасадың деп сұрады. Дәулет бірінші рет ұзақ үнсіз болды. Ол терезеге қарады. Терезесі жоқ камера. Ол қабырғаға қарады. Содан кейін, Айгүл деді. Тек сол бір сөз. Арман Айгүлдің ісін тапты. Бос папка. Арызы бар, бірақ мөрі жоқ. Сабырдың аты бар. Арман бұл істі Алматыға апарды. Сабыр жауапқа тартылды. Ол мансабынан айырылды. Зейнеткерлікке шықты. Бұл да бір соттың бір түрі болды. Сот Талдықорғанда болды. Бір айдан кейін. Сот ғимаратының сыртына адамдар жиналды. Ауылдан автобуспен келгендер болды. Матай ата алдыңғы қатарда тұрды. Ол 80 жасқа толған қарт, бірақ тік тұрды. Жанында ауылдың 10 шақты адамы болды. Бәрі де Дәулетті білетін адамдар. Бәрі де Айгүлді білетін адамдар. Сот залында Дәулет тұрды. Қолдары байлаулы. Бетінде жаралар жазылып келе жатты. Ол залды қарады. Матай атаны көрді. Матай ата бас шайқады. Жылай жаздады. Прокурор, сен 5 адамды өлтірдің, бұл мемлекетке қарсы қылмыс деді. Адвокат, оның жарын 5-еуі зорлаған, заң оларды жапқан жоқ деді. Судья ара-тұра сөзді тоқтатты. Залда шу болды. Сот 3 күн болды. 3-ші күні Дәулетке сөз берілді. Ол тұрды. Ол ешкімге қарамады. Ол тек алдына қарады. Ол, мен Айгүлді сүйдім. Олар оны бүлдірді. Заң олардан кек алмады. Мен алдым. Мен өкінбеймін. Мен тек Айгүлден өкінемін. Ол менің жанымда болу керек еді. Ол кетті. Бұл менің кінәм. Мен оны сақтай алмадым деді. Зал үнсіз болды. Ұзақ үнсіз болды. Судья жөткірінді. Судья 15 жыл деп оқыды. Сыртта адамдар тыныш болды. Олар бұрылды. Автобустарына мінді. Матай ата соңғы болып кетті. Ол сот ғимаратына бір рет қарады. Ол ештеңе деген жоқ. Содан кейін кетті. Болат сол күні жұмыстан өтінішпен кетті. Ол кейін ешкіммен сөйлескен жоқ. Сот залында отырғандар арасында Арман да болды. Ол Алматыдан арнайы келді. Ол Дәулеттің соңғы сөзін жазып алды. Ол кейін сол сөздерді папкасына салды. Ол папканы жылдар бойы сақтады. Ол бір рет сұрақ алды, неге? Ол жауап берді, өйткені бұл заң туралы оқиға емес. Бұл адам туралы оқиға. Мұндай оқиғаларды ұмытпау керек. Ондай оқиғалар заңды өзгертеді.
немесе кем дегенде өзгертуі керек деп еске салады. Болат кейін Алматыға кетті. Ол туысқандарының үйіне барды. Ол 1 жыл үйден шықпады. Кейін ауылдан хат келді. Матай атаның хаты. Хатта бір ғана жол болды: сенің балаң осыған лайық болды. Болат хатты жырды. Бірақ сол жолды ұмыта алмады. Мүмкін солай болды. Мүмкін ол да ішінде білді. 15 жыл өтті. Дәулет түрмеден жазда шықты. Алматыдағы абақтыдан. Ол сыртқа шыққанда күн ыстық болды. Ол есікте тоқтады. Оны күтіп тұрған ешкім жоқ болды. Ол мұны білді. Ол күтпеді де. 70 жаста ешкімді күту артық тілек. Ол автовокзалға жаяу барды. Билет сатып алды. Талдықорған автобус кешке жүрді. Ол терезе жанына отырды. Далаға қарады. Жер өзгермеген. Жол өзгермеген. Тек ол өзгерген. Шаша. Бетінде терең сызықтар. Бірақ жүрісі берік. Бет алысы тура. Автобус Талдықорғанға таңертең жетті. Ол вокзалда тоқтады. Кішкентай Буманы иығына асты. Маршруткаға отырды. Қызылтал өзінің бұрынғы ауылы. Ол ауылдың атын айтқанда жүргізуші оған қарады. Бірақ ештеңе деген жоқ. Ауылға кірерде ол тоқтады. Жаяу кірді. Жолда бала жүрді. Бала оны білмеді. Дәулет те баланы білмеді. 15 жыл бала өседі, ауыл өседі, ауыл өседі де өзгереді. Ол тура зиратқа барды. Зиратты тапты. Айгүлдің қабірін тапты. Ескі қабір. 15 жыл бойы жел, жаңбыр тиген. Тас шайылған. Бірақ тұрды. Қабір тасының бетіндегі аты оқылатын. Айгүл туған жылы. Өлген жылы. Арасында бүкіл өмір. Дәулет отырды. Шөпке отырды. Буманы алдына қойды. Ол ішінен бір нәрсе алды: кішкентай алма. Базардан сатып алған. Жолда Айгүл алма жақсы көрді. Алманың иісін жақсы көрді. Ол алманы қабірдің жанына қойды. Ол ештеңе деген жоқ. Ол сөздерде емес еді. Ол отырды. Жел соқты. Шөп иіс берді. Ұзақ уақыт өткенде ол тұрды. Ол зираттан шыққанда жолда жас жігітті көрді. Жас жігіт форма киген. Учаскелік, жаңа учаскелік. Ол Дәулетке қарады. Дәулет те оған қарады. Жас жігіт: аға, сіз кімсіз деп сұрады. Дәулет: жолаушы деді. Жас жігіт: мұнда кімдеріңіз бар деп сұрады. Дәулет: болатын деді. Ол кетіп бара жатты. Жас учаскелік артынан қарады. Ол Дәулетті кейін Матай атаға суреттеп берді. Матай ата 90 жасқа толған болатын. Бірақ есті. Ол: білдім деді. Ол ештеңе қоспады. Дәулет ауылдан шықты. Тракторлар жыртып жатқан далаға қарады. Жер жыртылып жатты. Сол жер. Ол 27 жыл жыртқан жер. Жер есте сақтайды. Жер ұмытпайды. Ол тоқтады. Ол соңғы рет ауылға бұрылды. Қараңғылық түсіп келе жатты. Ауылда шамдар жана бастады. Ошақтарда түтін шықты. Тіршілік жалғасты. Дәулет жолға бұрылды. Алдына қарады. Ол қайда бара жатқанын айтқан жоқ. Ешкімге айтқан жоқ. Мүмкін өзі де білмеді. Тек жол болды. Тек алда болды. Тек Айгүлдің жылы алақаны есінде болды. Ол соны ұстап жүрді. Содан кейін ол жолға түсті. Және жүре берді. Дәулет бір рет соңынан қарады. Ауыл шеті. Зират жаққа. Ол зиратты көре алмады. Жол иілді. Бірақ ол сезді. Айгүл сол жерде жатыр. Сол жерде ұйықтайды. Алма иісімен. Жел иісімен. Жер иісімен. Ол алдына қарады. Жол созылды. Ол жолдың соңын көре алмады. Бірақ ол жүрді. 70 жасында жүрді. Шаршаған жоқ. Өйткені шаршайтын нәрсе аяқталды. Енді тек жол болды. Тек алда болды. Кей адамдар. Ол жүргенде соңынан бірі қарады. Жас учаскелік. Ол Дәулеттің кетіп бара жатқан жүрісіне қарады. Берік жүріс.
Шаршамаған жүріс. 70-тегі адамның жүрісі емес. Ол кейін осыны көп ойлады. Дәулет дегені кім? Ол жауап таппады. Бірақ жауапты іздеп жүрді. Мүмкін ол да оны іздейтін болды. Кей адамдар өмірдің соңында мейірімді ескерткіш қалдырады. Кей адамдар ән қалдырады. Дәулет ештеңе қалдырған жоқ. Тек ауылда жылдар бойы аналар балаларына айтып беретін бір оқиға қалды. Ол оқиғада Айгүл болды. Ол оқиғада Дәулет болды. Ол оқиғада заң болмады. Тек адам болды.